Абай Құнанбайұлы, Алланың өзі де рас, сөзі де рас. Алланың өзі де рас, сөзі де рас. Рас сөз еш уақытта жалған болмас. Көп кітап келді Алладан, оның төрті Алланы танытуға сөз айырмас. Аманту, оқымаған кісі бар ма? Уақыту бехи дегенмен ісі бар ма? Ал өзгермес адамзат күнді өзгерер. Жарлық берді ол сіздерге сөзді қарға. Замана, шаруа, мінез күнді өзгерді. Оларға кез-кезмен нәби келді. Қағида, шариғаты өзгерсе де, тағриф Алла еш жерде өзгермеді. Күллі мақлұқ өзгерер, ал өзгермес. Ахлі кітап бұл сөзді бекер демес. Адам нәпсі өзімшіл мінезбенен, бос сөзбенен қастаспай түзу келмес. Махаббатпен жаратқан адамзатты сен де сүй, ол Алланы жаннан тәтті. Адамзаттың бәрін сүй бауырым деп, және хақ жол осы деп әділ етті. Осы сүю болады иман үйгіл. Иманның асыл үш деп сен тәхқиқ біл. Ойландағы үшеуін таратып бақ, басты байла жолыңа малың түгіл. Дінде осы, шын ойласаң тағат досы. Екі дүние бұл тәстек хақтың досы. Осыларды бұзатын және шіс бар пайда, мақтан әуес қой, онан шоша. Руза, намаз, зекет, хаж, талас сізіз. Жақсы болсаң, жақсы тұт бәрін тегіз. Бастапқы үш бекітпей соңғы төрті, қылған менен татымды бермес жеміз. Бас жоғары жаралған, мойын төмен, қарашы дене біткен ретімен. Істің басы ретін танымақтық, иман білмес, тағатты қабыл демен. Имамдар ғибадаттан сөз қозғаған, хусни зәнмен иманды білді ойлаған. Иманның тазалығын жақсы ұқтырмай, сыртын қанша жусада іш оңбаған. Алла мінсіз, әуелден пайғамбар хақ. Мүмин болсаң, үйреніп сенде ұқсап бақ. Құран рас, Алланың сөзі дұрыл. Тәуилін білерлік ғылымның шақ. Алланың пайғамбардың жолындамыз. Ынтамызды бұзбастық иманымыз. Пайда, мақтан, әуес қой шайтанысы. Кәні біздің нәпсіні тыйғанымыз. Мүмин болсаң, әуелден иманды бол. Пендеге иман өзі ашады жол. Шын иланда таза ойла бір иманды. Мұнафиқ намаз қылмап па мағлұм қой. Алла ішіңді айтқызбай біледі ойла. Пендесіне қастықпен кіна қойма. Распенен таласпа мүмин болсаң. Ойла, айттым адамдық атын жойма.